Здравствуйте, ребята! Сегодня урок у нас 13-й. Кто труда не боится, того и лень сторонится. Бүгін еңбек ету туралы айтатын боламыз. Еңбек ету мен жалқаулық туралы. Упражнение первое. Прочитай выразительно. Мәнерлеп оқимыз. Балалар, мен алдында ескерттім, айтып жүрмін, тыңдадыңыздар ма? Ударение болады. Орыс тілінде ударение, яғни мына у әрпінің үстінде кішкентай сызықша тұр, ол ударение деп аталады. Оқыған кезде осы ударение тұрған әріпті шамалы созыңқырап оқимыз. Яғни утром Коленька проснулся, потянулся, повернулся, осмотрелся, лег опять, очень лень ему вставать. Ты лежишь уже полдня, говорит ему сестра. Если будешь так лениться, как же сможешь ты учиться? Можно в жизни все проспать и друзей всех потерять. Не заметишь, как пройдет день, неделя, месяц, год дейді. Бұл жерде еңбек тұру керек, жалқаулана бермеу керек. Өстіп күнің, түндерің, аптаң, айың өтіп кетеді деген екен. Арғай жалғастырамыз. Упражнение второе. Послушай, тыңда. Зауреш без дела не сидится, шьет иглой, словно мастерица. Зауреш жұмыссыз отырмайды дейді. Инемен нағыз маман сияқты жұмыс жасайды. Мама хвалит, нитки дарит, пяльцы, источают мед, у дочки пальцы. Мы довольны все своей сестрицы, платьице со счетом мастерица. Мамасы мақтайды, ине жіптерін сыйға тартады. Оның қолынан бал тамған өнерлі қыз еді Зәуреш. Біз онымен мақтанамыз Зәурешпен. Зәуреш бізге әртүрлі киімдер тігіп береді дейді. Енді сравни смысл двух стихотворений. Екі тақпақты салыстыр дейді. Яғни Коля туралы. Коляны жалқаулығы туралы. Ол өте жалқау, орнынан тұрғысы келмейтін. Ал Зәуреш болса, өте еңбекқор қыз еді. Арғай жалғастырамыз. Упражнение третье. Определи значение. Назови слово и определи его лексическое значение. Мына жерде сөздер берілген, яғни мастерица, сестрица, пяльцы. Енді мына жерде ал үшеуінің қандай мағына білдіреді, қандай сөзбен сөз арқылы түсіндіруге болады сөздер арқылы. Ол үшін бізге стрелканы алайық. Мастерица. Это девочка, которая хорошо шьет, да? Сестрица. Это ласкательное название слова сестра. Пяльцы. Это приспособление для вышивания дейді. Яғни, мастерица деген ол маман. Өте шебер адамды айтамыз, жақсы тігетін қыздарды айтамыз. Сестрица деп, ол әпке, апа дейміз. Бұлар тәте, әпше дейміз. Бұл біздің бауырымыздың, сіңіліміздің оны әдемілеп айтатын сөзіміз. Сестра, сестрица, ласкательное слово. Пяльцы. Это приспособление, яғни тігуге арналған құрал. Ине, жіп сияқты бұл да бір құрал. Енді арғарай. Четвертое упражнение. Поразмышляй. Ойлан. Мына жерде бізге выводтар берілген. Ленивый человек ничего в жизни не достигнет. Жалқау адам өмірде ештеңеге жете алмайды. Трудолюбивый человек может достичь многого своим трудом. Ал еңбекқор адам өзінің еңбегімен көп нәрсеге жете алады. Өзінің қалаған арман мақсаттарына жетеді. Ленивый человек любит трудиться.
жалқау адам еңбек жасағанды жақсы көрмейді. Меніңше балалар мына жерде шатасып кетті деп ойлаймын. Өйткені ленивый человек жұмыс жасағанды жақсы көреді деп жазылып тұр да, любит, сүйеді еңбек адамды. Бүйтіп қойыпты. Жалқау адам еңбек еткенді жақсы көреді, еңбекқор адам жұмыс жасағанды жақсы көрмейді дейді. Бұл қате. Осы екеуінің бізге қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін тап деген. Бізше мынау бірінші вывод, бірінші біздің ойымыз, ол дұрыс деп ойлаймын, біріншіні дұрыс деп шешеміз. Арғай жалғастырамыз. Упражнение 5. Придумай и составь. Ойлан да құрастыр. Рассмотри картинку, суретті қарап, расскажи, что могут делать за день трудолюбивые дети. Мына балалар бір күннің ішіне қаншама еңбек ете алады, үйлерінде жүріп ақ. Соны айтып көрейікші, балалар. Запиши в тетрадь 2-3 слова действия, ребят. 2-3 сөз жазайықшы дейді, слова действия. Яғни не істеді бір күннің ішінде? Ол үшін балалар мына жерге сыймайды, басқа жер жоқ. Мен мына жерге жазамын. Убирают дом, үйлерін жинайды. Моют посуду, ыдыс жуады. Протирают пыль. Готовят еду, тамақ пісіреді. Балалар, мен бұл жерде байқайсыздар ма? Убирают, моют, протирают, готовят дедім. Мына жерде готовят. Бұл жерде барлығы множественное числода тұр, балалар. Есімізде сақтайық, жарайды ма? Яғни, бұл бір адамның істейтінін жатқан жоқ, мен көп адамның. Егер ол бір адам айтса, былай болатын еді. Убирает дом, моет посуду, протирает пыль, готовит еду болатын. Егер бір адам істесе. Бұл жерде мен көп адамның істейтін жұмысын айттым. Енді мына жерде бізде сұрақтардың ішінде мындай не бар екен? Жаттығу. Каких людей лень обходит стороной? Қандай адамдарды жалқаулық айналып өтеді? Яғни, жалқау болмайды ондай адамдар дейді. Неряшливый деген салақ адамдар, трудолюбивых. Яғни, еңбекті жақсы көретін адам ешқашан жалқау болмайды. Опрятных, таза жүретін адамды ешқашан жалқау болмайды. Ленивый, жалқау адам всегда жұмыс істегісі келмейді. Прилежных, тәртіпті адамдар ешқашан жалқаулық оларға жоламайды, балалар. Арғая жалғастырайық. 6 упражнение. Добавь слово. Сөзді қоямыз. Здесь у нас 2 диалога. Один это стихотворение, а это сказка. Мына жерде бізде тақпақ, яғни өлең, мына жерде біз ертегінің бір үзіндісі. Вставь вместо точек нужные слова. Көп нүктенің орнына кім және не деген сұрақтарды қойып шығуымыз керек. Мен қоямын, сіздер де жазып, тыңдап отырыңыздар. У меня зазвонил телефон. Басарпен жазамыз. Кто говорит? Слон. От кого? От верблюда. Что вам надо? Шоколада дейді. Яғни, кім айтып тұрған дейді. Мен телефоным шырылдады дейді. Кім айтып, кім екен бұл дейді. Піл дейді. Сіз кімненсіз дейді. Мен түйеденмін, түйе маған берді дейді нөмірімді. Что вам надо? Сізге не керек? Шоколад керек дейді. Мынау ертегі, это сказка. Сказка называется «Теремок». Кто в тереме живет?
Кто невысоком живет? Кім тұрады дейді? Кім тұрады дейді? Және мына жерде. Кто невысоком живет? Мына үйде кім тұрады? Мына үйде кім тұрады? Деп мына олар шақырып сұрап жатыр, солай ма? Енді балалар, бұл жерде айтып кететін тағы да бір ереже бар екен. Запомни, в вопросительных предложениях используются слова кто, что, какой, который, сколько, которые указывают на неизвестные предметы, признаки действия или количество. Балалар, есімізге түсірейікші. Бізде сөйлемдер сөйлемнің неше түрі болады? Вопросительный, сұраулы сөйлем, восклицательный, лепті сөйлем, және хабарлы сөйлем болады, иә? Повествовательный. Енді бізге вопросительный сөйлемдерде қандай сөздерді қолданамыз? Яғни сұрақ қою арқылы қоятын сөздерде. Бізде қандай сұрақтар бар? Негізгілері көбінесе. Кто? Кім? Что? Не? Какой? Қандай? Который? Қайсысы? Сколько? Қанша? Яғни біз осы сұрақтарды қою арқылы бір сөйлемге осы сұрақтарды қойсақ, ол сұраулы сөйлем болып өзгереді. Кто живет? Кім тұрады? Живет, например, живет собака. Ит өмір сүреді. Біз бір нәрсені сұрадық, ол сөйлем, сұраулы сөйлем болды. Түсіндік па, балалар? Мына ережені жаттап, дәптеріңізге жазып алайық. Барлық уақытта қажет болады. Бұл қазақ тілінде де бар. Бұл соның орысша түрі. Жақсы, балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, менің сабағым ұнап жатса, комментарийге жазып, айтып кетіңіздер, маған мне приятно. Балалар, тек қана көшіріп алмаймыз, сонымен қатар өзіміз түсінуге тырысайық, жарайды ма? Сіздер тырысып, сабақты оқып, ертең керемет маман болсаңдар, менің де бір үлесім болғанына мен қуанышты боламын. Жақсы, балалар, сау болыңыздар.